Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымның тақырыбы өте қызық. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіз. Әлемде әрбір секунд сайын не болатынын білесіз бе? Ойлап қарасам, сіз көзіңізді ашып жұмаласыз. Одан басқа ештеңе жасап үлгермейсіз-ау. Дегенмен, әлемде әрбір секунд сайын миллиондаған өзгерістер болады. Әрбір секундта 5 нәресте дүниеге келсе, әрбір секунд сайын 2 адам өмірден өтеді. Демек, жер әр секунд сайын 3 адамға артып отыр. Ал әлемдегі ең бай адам Илон Маск секундына 174.479 теңге тапса, қазақстандықтар секундына шамамен 0,2 теңге табады. Адамдар әр секунд сайын 10.450 бөтелке Кока-Кола сусынын тұтынады. ақш-та әр секунд сайын шамамен 910 кг жеуге жарамды тамақ қоқысқа тасталады. Жалпы ақш секілді дамыған алпауыт мемлекеттерде тамақ секілді проблемамен бас қатырмайсыз. Дегенмен қаншама тамақты ысырап қылмай Африка елдеріне берсе, қандай ғажап болар еді. Сіз күнде көріп жүрген бал арасы секундына 370 рет қанатын қағады. Әрбір секунд сайын 418-ден астам тәтті кәмпиттер желінеді. Әлеуметтік желілерге байланғанымыз сонша, әр секунд сайын Фейсбукке 41 мыңнан астам хабарламалар келіп түседі. Футболдан өткен әлем чемпионатының финалында әр секунд сайын 25 миллион хабарлама жіберіліп, WhatsApp желісі әлемдік рекорд орнатты. Инстаграмға секундына 1074 фото жүктеледі. Айтпақшы, сіз бір секундта лайк басып үлгересіз бе? Қане өз рекордыңызды орнатыңыз. Сұмдық, әлемде әр секунд сайын 41 тонна азық-түлік қоқысқа тасталса, 1,5 тонна пластик мұхитқа тасталады. Әрине, бұл рекордтар қуантарлық рекордтар емес. Секундына 2 жұп жыныстық қатынасқа түседі. Әрине, бұл бала туу үшін. Ал әр секунд сайын 30 мың адам ұятсыз видео көреді. Әлемде әр секунд сайын 14 кесе шай ішілсе, жалпы көлемі 7,8 миллион текше метр су тұтынылады. Біз бір орында тұрсақ та, денемізде миллиондаған химиялық реакция болады. 10 әртүрлі тұжырымдамалар пайда болады. 4000 консервіленген банк ашылады. Секундына 5 iPhone сатылады. Жүздеген найзағай соғады. Осының бәрі бір секундта. Ойлап қарасаң, өте аз уақыт. Дегенмен қаншама нәрсеге үлгеруге болады. Ендеше одан ақпаратты пікір алаңына жаза кетіңіз. Бүгінге осы видеоны лайк басып, арнаға жазылыңыз.